Тілі үйрер дәмді ас бұжыны жасаймыз. Тоқтының қарнының ішіне ет, бауыр, май, пияз, қалауыңызша жүрек қосып, барлығын турап, қара бұрышпен бұрыштап, тұзын тұздап, ұн сеуіп аздап су құямыз. Мен бұжының 3 түрін жасайын дедім. Біреуіне картоп, екіншісіне күріш, үшіншісін сол салмасымен өзін қалдырдым. Қойдың қарнын тап-таза ғып тұзда жібітіп, кейін жуып алдым. 3-ке бөліп 3 бұжы шығардым. Қазанға су құйып қайнатамыз. Қарынның ішінде сыртқа демі шықпай піскен соң, өз нәрі өзінде ерекше дәмді болады. Жайма қамырды жайып жіберіп пісіріп алдым, үстінен бұжыларымды қойдым. Пышақпен кестім, дәмін таттым. Бұл тағамды ыстықта, суықта жей береді. Ет асқанда қосып асса да керемет. Қалаған бұжыдан ауыз тиеміз. Сорпасы нәрлі, пайдалы. Толық видеом YouTube арнамда. Қиын болмаса тіркел, сақтап ал ас дәмді